Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен бірге қонақ келіп қалған жағдайда қонақтарыңызды ұялмай күте алатындай жылқының етінен дайындалған қуырдақты дайындауды үйренетін боламыз. Менен оригинал рецепттерді үйренгілеріңіз келсе, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Біздің қуырдағымызға қажетті заттар ол сұйық май. Мен қуырдаққа тұздалған еттерді қосамын. Неге менің тұздалған еттерім қара бұрыш және де тұз. Жылқының іш майы қажет болады. 1 штук үлкен пиязымыз, сәбіз, картошка, жылқының жүрегі, бауыры, өкпесі, бүйрегі, чеснок, лавровый лист және де қыста сақталған болгарский перціміз қажет болады. Ең алдымен осылай тұздалған еттерімізді кубиктап турап аламыз. Плитамыздың үстіне қазанымызды қойып, сұйық майымызды құйып, жақсылап қыздырып аламыз. Пиязымызды, яғни жуамызды осылайынан жіңішке етіп турап аламыз. Қызып тұрған майымыздың үстінен осылайынан бір жақ жуамызды салып, жақсылап қызартып қуырып аламыз. Келесі этапта іші майларымызды салып, оны да жақсылап қызартып қуырып аламыз. Іші май ол пайдалы әрі тойымды астардың бірі болып табылады. Қуырдағымызға да ерекше дәм береді. Майымызды осылайынан қызартып қуырып алып, барлығын бөлек тарелкаға салып аламыз. Дәл осы күйінде қант араластырып, нанның арасына жағып жесеңіздер де болады. Ол шыжғырық деп аталады. Майымыздың барлығын алып болғаннан соң кубиктап туралған жылқымыздың еттерін салып, жақсылап қуырамыз. Араластырып қуырып болғаннан соң баяу отта бетін жауып бұқтырамыз. Біздің еттеріміз бұқтырылып жарты сағаттай тұрды. Болған етіміздің үстіне майдалап туралған жуамызды салып, араластырмастан бетін жауып 15 минутқа қалдырамыз. Осы 15 минуттың ішінде жылқымыздың жүрегін, бүйрегін, өкпесін осылайынан кубиктап турап аламыз. Бауырымызды бөлек алып қоямыз, себебі ол тез ақ піседі. Етіміз пісуіне 30 минут қалған кезде бірге араластырып салып жібереміз. Бұқтырылып тұрған етіміздің үстіне жаңағы турап алған жылқының бауырын, өкпесін, бүйрегін салып, жақсылап араластырып, 30 минутқа бетін жауып, баяу отта пісіріп аламыз. Сол аралықта біз чесногымызды майдалап турап, бұқтырылып тұрған етіміздің үстіне салып, бетін жауып, бұқтырып қоямыз. Ендігі этапта біз жылқымыздың бауырын, картобымызды, сәбізімізді дәл видеодағыдай етіп турап аламыз. Бұқтырылып тұрған етіміздің үстіне дәміне қарай бұрышымызды, лавровый листімізді, домалақ қара бұрыштарымызды, тұзымызды салатын боламыз. Қуырдағымыздың пісуіне 30 минут қалғанда бауырымызды, картобымызды, сәбізімізді саламыз. Барлығын салып болғаннан соң қуырдағымыздың бетін жауып, баяу отта 30 минут бұқтырамыз. Мінеке біздің дәмі тіл үйретін қуырдағымыз дайын болды, достар. Сіздер де дайындап көріңіздер. Ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.